Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге шұбат туралы бұрын-соңды сіз естімеген ақпараттармен бөлісетін боламын. Ол үшін сіз каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыз. Шұбат қазақ халқының дәстүрлі сусындарының бірі, бұл түйесінен дайындалатыны баршаға белгілі. Сонымен қатар сусынның дәрілік, шипалық қасиеттері де бар. Шұбат қымызға қарағанда қою әрі майлы болып келеді. Шұбат ішек қызметін жақсартады, адамның тәбетін ашады, тамақтың жақсы қорытылуына көмектеседі. Оны ішкеннен кейін адам аздап қызады, шамалдан соң қызғана басылады да ұйқысы келе бастайды. Шұбат қанның құрамдас бөліктеріне және қанның түзілуіне қолайлы әсер етеді. Қанның қызыл және ақ түйіршіктері артуымен қатар бауырдағы зат алмасу процестерін қалпына келтіреді. Бұл шипалы сусынмен емделу ерекшеліктерінің бірі, науқастарды дәрімен емдегенде пайда болатын кейбір құбылыстарды азайтады. Шұбатпен жүрек ауруы, бауыр қабынуы, диабет секілді тағы да басқа ауруларды емдеуге болады. Үнемі шұбат ішетін адам әлгідегідей ауруларға шалдыға қоймайды. Аталмыш сусынды ішкен бала ағзасы қалыпты өседі, ал жасы келген кісінің денсаулығы мықты болып ұзақ жасайды. Өйткені шұбаттың құрамында А, В1, В2 дәрумендері мен ақуыз, май, тағы да басқа қоректік заттар бар. Сүттен ашылатын басқа өнімдерге қарағанда молырақ болады. Сиыр сүтімен салыстырғанда С және Д дәрумені шұбатта 3 есеге дейін көп, сондықтан да әр отбасының дастарханында шипалы шұбат сусыны тұрса игі болар еді.